Екі жасқа бар жақсылық тілеймін. Әрқашанда семьядан бақытты, үбірлі-шүбірлі бола берсін. Әмин. Ал екі жасқа бақыт тілеймін. Денсаулықтарың құтты болсын, семьяда бақытты болсын. Біздің жолымызды берсін. Соңға қалған осы екі тұяқ деп айтады. Соның біреу үйленді деп айтады. Дұрыс, денсаулық болса бәрі болады дейді. Қалған. Осы сымбат бақыт тілеймін сендерге. Бақытты болыңдар, бәрі өздерінің қолдарында. Әмин. Байғозы, сымбат, тек жақсылық болсын. Сол. Бақытты болсын, сымбат, денсаулықтарың құтты болсын, бақытты болыңдар. Ал Байғозы, сымбат бақытты болыңдар, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Сол не дейміз? Арттарынан ұрпақтарын ере берсін. Әмин. Байғозы, сымбат, бақытты болыңдар. Қуаныштарында кестік. Байғозы, сымбат, бақытты болыңдар. Ал Байғозы, сымбат, бақытты болыңдар. Ойындарында. Ал бәке, бүгінгі тойларың құтты болсын, ұзағынан болсын, бақытты болыңдар. Ана бәке, сымбат, тойың құтты болсын, бақытты болыңдар. Махаббат, сымбат, денсаулық, главное, и махаббат. Әмин. Отбасыға ұзағынан болсын, үлкен. Анау жоғарыда отқанда бөлек Үбірлі-шүбірлі болыңдар. айқайлап айтшы. Отбасы құрғаннан Дауысын дайындай бер. негізінде бұл бала шаға ғой, осы батыр әркім өзінің ұрпақ жұмысы, ұрпақтарын көп болсын. Ал бәке, туған құтты болсын бүгінгі. Жастан жасқа толай бер, өмір жасын ұзақ болсын. Бақытты болыңдар өмірде. Туған күн жылда келеді, бір ағыры үйленесің. Үбірлі-шүбірлі болыңдар. Әмин. Бақытты болыңдар. Бәкеш, досым, тойың құтты болсын. Сымбат, екен бақытты болыңдар. Үбірлі-шүбірлі болыңдар. Бәке, сымбат, бүгінгі құрыватқан шарықтарың биік болсын. Денсаулықтарың құтты болсын. Осы айтылып жатқан тілектердің бәрі періштенің орнына берсін. Әмин. Байғозы, сымбат, үйленіп жатқан тойларың құтты болсын. Бақыт тілеймін. Все болды болды, ішпеймін. Бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Байғозы, сымбат, бүгін мерекелеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Сендерге бірінші мөлдір махаббат тілеймін, зор денсаулық. Бәке, туған күнің құтты болсын бүгінгі. Өмір жасың ұзақ болсын, мысалымен қоса бар. Байғозы, сымбат, бақыт тілеймін, денсаулықтарың құтты болсын, жүздерінен күлкі етпесін. Шаңырақтарынан той кетпесін. Жоғарты жүр. Келесі жылы басқа той бар екен. Әне, ну-ка, айтшы, ну-ка, сол айтшы кәне. Қаттырақ. Махаббаттарың мәңгі болсын. Әмин. Жазылмасын. Өздерінен тек қана салиқалы, сондай мықты ұрпақ тарасын. Әмин. Нұсқа толшын оқты. Жынды айтады екен. Тойға келген ағайын, домбырамдау алайын, ата дәстүр салтымен термелеп елге салайын. Қуанышыңай ортақ боп, қызығыңа қанайын, қызмет етіп талмайын, той қызығын шалқытып, таңды таңғау шалғайын. Екіде жақсау үй болған, жастардың ақ тілек тойына, ақ тілекті қой арнайын. Жан болсын, күнде қызық той туған, үйлеріңде ән болсын, досы болсын, көп болсын, дұшпандар ай жоқ болсын, замандары жат болып, дастарханың тоқ болсын, ұлың өсіп бай болсын, қызың өсіп тай болсын, қыздарыңыз қылықты, жұлдыз болсын, ай болсын, тоқы түрлігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын, ай. Қонақтарымыз ішке кіріп жайғассаңыздар, мына бірінші қазақтың салтымен той болғаннан кейін келіннен бет ашайық деген ойымыз бар. Сондықтан да мынау сіздердің қошеметтеріңізбен осы тойға келіп
қазір мінекей Ағылтау той агенттігінің қыздарын қошемет шапалақпен ортаға шақырамыз. Қазір осы кісілерді кіргізуімен қазақтың салтымен бет ашарымыз болады. Кәнекей қошемет ұрып отырыңыздар. Бүгін міне Арқалық қаласында, Ұлы-Торғай қаласында жарасып жарасатын, жарасып жарасатын, қызығы күннен күнге нұрланатын, келмегендер қызықтан құр қалатын тамаша бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Қошемет ұрып отырыңыздар кәнекей. Бәрекелді, ал олай болса, жастарды көңілі кәппеттей тәтті болсын деген ниетпен шашудан шашайып қабылаңыздар. Бәрекелді ардақтағай, біз қарайып бағым әрі құтым деп, жетпегенін жіберейік бүтін деп, жаңа елге, жаңа түскен келіннің тұрған шығар, жүрегі де лүпілдеп, әлемге той деп бүгін жар саламыз, айдай болған ат келінді қошеметпен қарсы аламыз. Келін түсті салды ғой бұрынғынан, біздің үйге бір ай бұрынғынан, ақ ниетпен аттаған босағасын, ағарып тұр әнекей шымылдығын. Ақ ниетпен аттаған босағасын, ағарып тұр әнекей шымылдығын. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл шәлі жүзіңді жасырған
ортасында. Ой, берекелі Ағотау Тоягендігінің қыздарына бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Не только Сымбатқа, мен өзім миым айналып қалды кіргізген кезде. Ал енді мынау Сымбаттың екі жеңгесі болса, екі жағынан ұстап тұратын, болмаса Айдостың құрдастарынан екі жеңгесі бар ма кәнекей? Сол кісілерді келсеңіздер, кім ашса сол адам ыстық болады дейді. Сондықтан да мына Кенжебек деген ағамызды бір қошемет шапалақпен ортаға шақырайық кәнекей қонақтар. Assalamualaikum құрметті жамағат, тойшыл қауым тойларыңыз той болсын. Өте қалып, смәләде бастап жүрейік. Басталып, ежелгі салты еске алып, жан досын қоңыр домбыра, екі боп құран тасталып, жаңа түскен келін жан қалмасын көптен жасқаны. Келінге көңіл бөліңдер, тастаңыздар басқасын, алдарында отырмын, жырдан шашу шашқалы. Сары домбыра, сары бала, әуеніне бастады, жұмыртқадай келіннің бетін отырып ашқады. Серкілдетіп бұрымын, серкілдетіп құрығын, қадірлі екен құрығын, келін жан-ау, келін жан, келін боп түсу қиынды, ойлай берме үйіңді, тағдырың міне дәмайдап осы әулет қауды үйірді. Сыртынан жұртың сүйінді, әзір отыр шыдамай, әзірлеп сенің сыйыңды, әр нәрсені сөз етіп қатырмайын миыңды. Өте бір қошемет ұрып отырыңыздар. Аруақтар ықылас күтеді екен көп бізден, адал еңбек етумен өмірлерін өткерген, перзенттерін бүгінгі дәрежеге жеткізген, сол себептен жас келін аруақтарға бір сәлем. Ой берекелді, өлі ризы оймай, тірі оймас дейді, аруақтарға бір сәлем деп қайырды. Анау тұрған атаңыз, атаңыз кісәу атаңыз, сол кісілердің кейде тілін алмай жатамыз. Қажады сосын құтелдің, бүгіннен бастап келіндер, тізіміне тіркелдің. Кешегі мінез көрсетпе, алдың кеспе үлкеннің, марғынан тізген ақ мойшақ, еленбей жерде жатама. Еліңе қызмет көрсетсең, кенеленсің батаға. Сол себепті жас келін сәлем бер шау атаға. Аталарға мың сәлем. Ой берекелді, аталарға бір сәлем емес, мың сәлем деп бір аталарына қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Тағы бір келдау бересің, сөзіме келін бересің, үйреніп міне келесің. Сөзіме менің сенесің, белгілі жалған демессің, иіліп кәне сәлем бер сыйлайдау келін енесің. Енелерге бір сәлем. Енелеріне бір сәлем деп бір қошемет ұрып қойыңыздар. Бұл жерде біз атын атамай қойып, бұл кісілер өздері айтты, тойлары осылай ғана айта беріңіздер деп. Сондықтан да енелеріне бір сәлем деп бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар енелеріне. Келін жан-ау, келін жан,
отырып алма үйінде басыңды алмай айналан сын көзбенен қарайды алғашында айналан жан болмайды әзірге ұрысыңды сайлаған біреу кесе су сұрап көбеден бер сусынап келетіннің соны бір анау тұрған қайнағаларға бір сәлем. Ой берекеті, қайнағаларына бір сәлем деп бір қошемет шапал ұрып қойыңыздар. Ой берекеті, единственный неповторимый қайнаға өтемді жағыз өзге атырып. Қошемет ұрып қойыңыздар. Жақындатам алсын, абысын мен табу бол, осы сенің табысың, домбырамды қалайын, саздауенге салайын, Кенжан мұқтап сәлем бет ырза болсын абысын. Кенжанның абысындарына бір сәлем. Ой берекеті, абысындарына бір сәлем деп бір қошемет ұрып қойыңыздар абысындарына. Көленсін десең отауың, артығы болмас батаның, орны бөлек келін ал, бірге туған апаның, апа деген қорғасын, апаның жолын оңдасын, қашан келсе қатқарын, қалдырмайды-ау дорбасын, сол себепті жас келін, апаларға бір сәлем. Апаларына бір сәлем, осы әулеттің қыздарына. Ой берекеті, апаларына бір сәлем деп бір қошемет ұрып қойыңыздар апаларына. Айтайын жырлау тақылдап, күлмеңіз келін сақылдап, сәлеміңді көп келіннің, жездеңде тұр ғой жақыннап, саламыз енді тезге біз, бет ашатын кезде біз, иіліп мұқтап сәлем бет ырза болсын жездеңіз. Жезделерге бір сәлем. Ой берекеті, жезделерге бір сәлем деп бір қошемет ұрып қойыңыздар жезделеріне. Салтымыз қалай бұзамыз, ырымшылымыз жүздамыз, азға келіп бұл тойға күлім дейді-ау құдаңыз. Гүл жайнасын әлеңдер, жағдайы жоқ пәлеңдер, құда-құдағиға келінжан иіліп кәнеу сәлем бер. Осы әулеттің құда-құдағи құдашаларына бір сәлем. Ой берекеті, құда-құдағи құдашаларға бір сәлем деп бір қошемет шапалақ ұрып отырсаңыздар деген қонақтар. Ой берекеті. Анау тұрған нағашы, әлі таңдай қағасың, нағашыңа ертеңа бересің көзің нағасын, өкпеңді де тағасың, дұрыстап сәлем жазасың, жиын құрттау қағасың, сондықтан да жас келін нағашыларға бір сәлем. Нағашыларына бір сәлем. Ой берекеті, нағашыларына бір сәлем деп бір қошемет ұрып қойыңыздар. Ой берекеті, алғатыстар ма, салғатыстар ма өзі? Берекеті бір қошемет ұрып қойыңыздар. Очередь болып жатыр. Тұр ғой әлі жиенің, келесі бас иенің, осы тойға қуанып келіп қалтау жиенің, ағадам жырым сел болады, асқарда асқар дел болады, дұрыстап сәлем жасасаң жиенде келін ел болады. Жиендерге бір сәлем. Ай берекеті, жиендерге бір сәлем деп бір қошемет ұрып қойыңыздар жиендерге. Берекеті. Бетіңді аштау ақылым, келжан саған ақылым, бөлелерге сәлем бер, осы сенің жақының, сондықтан дау жас келін бөлелерге бір сәлем. Ал Кенжанның бөлелеріне бір сәлем. Ой берекеті. Бұл адамдар арттан келеді екен алдан біз. Басайын жырнау тәнімме, ақындар сендау әнімме, мырза жігіт, сол жігіт деп айтарсың әріде, сәлем құр келін соларға, қосылып менің әнімме, сондықтан дау жас келін қайныларға бір сәлем. Ал Кенжанның қайныларына бір сәлем. Ой берекеті, қайныларына бір қошемет өтіп қойыңыздар. Тамағына күн қырыласын, ұнайма келін жырласын, бикештері әрқашан Кенжан сенің сырласын, қарайды саған қиылып, өзіңе жүр ғой сиынып, бикештерге Кенжан берігі сәлем еді. Қай сіңілдерге бір сәлем. Ой
бәрекелді. Қансыңдені бір сәлем деп бегештерге бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Келінжан, күйеуің кетіп жұмысқа, адыр айтып көзіңді көршіңменен ұрысқа, Құдайыңай сыйласаң кенелерсің ырысқа. Сол себепті жас келін көршілерге бір сәлем. Құдай көршілерге бір сәлем. Ой бәрекелді мынау Торғайдағы көршілер, осы Арқалықтағы көршілерге де бір сәлем деп бір көршілерге көшемет шапалақ ұрып қойыңыздар кәнекей. Шаршадың ба келінжан, қалды жүрме жер тіреп, ойлама келін ерекше, неге соз кетті деп, аталмай қалса дәл қазір кетеді ғой өкпелеп, сосын шығар шатағы, түсін салмай жатады. Сол себепті жас келін ұжымдарға бір сәлем. Ұжымдарға бір сәлем. Ой бәрекелді, Байқожаның әріптестеріне бір сәлем деп бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар кәнекей құрметті қонақтар. Әнін айтар аямай, әзіл айтар сырласың, осы тұрған жағалай, қатар құрбы құрдасың. Оларға да бір сәлем, жағдайында қалдырған, әзіл айтар сырласың. Арқалықтың жастары сондықтан дау бір сәлем. Ал күйеудің жолдастары, группаластары, достары. Ой бәрекелді, Байқожаның жолдастары, группаластары, достарына бір сәлем деп бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар кәнекей. Ой бәрекелді. Ала келін, ақ келін, тұрсын құтты жеріңде, құтты келін атанып, қызыл қозы еліңде. Міне ұшу ертіңді, көрмек сенің көркіңді, құтты болсын айтайын, алашайын бетіңді-ау, айдың жүз-ау секілді. Деп той бәрекелді. Жанның бетін ашу құраса дедіңіздер. Бәрекелді бір кенжібек балымызға бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар кәнекей. Ай бәрекелді. Келінді тақ қалғандай болып қойды. Ал енді келіп мұна әжелеріміз, келіндерімізді бетпен сүйіп құттықтауларыңызға болады. Бәрекелді. Ай бәрекелді. Ана жерге апарасыңыз. Қазіргі балаларды кәмпитті жайын жемейді болды, шекаладты севады. Ай бәрекелді. Мына сымбаттың бет қазақ болады болды бүгін. Бәрекелді. Ой, әжелеріміз бір құттықтап болса. Ал енді мынау сіздердің қошеметтеріңіз үшін мына енді өмірлік серігі, бүгін мына үйленіп атқан жігіт Байқожаның мына туған күні деп те естіп жатыр. Бүгін туған күні өзі әдемі сый жасап жатыр. Сондықтан да мына Байқожаны бір жолдастарына қошемет шапалақпен ортаға шақырып қояйық кәнекей. Ой, бәрекелді. Мінекей бәрекелді. Не деген расчет десе, туған күнде міне үйленіп жатыр әте. Ал енді мына құрметті қонақтар, бірінші тойымыздың дастарханда отырмас бұрын жаңа ғана мінекей аппақ келіндеріміздің бетін ашып жатыр. Ал енді осы үлкен Қартыбардың қазынасы бар дейді. Осы әулеттің үлкені, осы екі балаға деген ақ батасын берсін деп Садық деген ақсақалымызды бір Тоқ Мырза деген ақсақалымызға елемендеп екі жасқа бір ақ батамызды берсеңіз. Ал әуелі Құдай оңдасын, оң жолына бастасын. Мынау жаңадан отау ұрып атқан балалар елдің сенімін ақтасын. Береке берсін асыға, дағдөлет берсін басыға. Ел халқымыз аман болып, нұр берсін жастарға. Дендерің саулығын берсін, дастарханың байлығын берсін. Алдағы уақытта өмір жастарың ұзақ болсын.
бақ берсін, таусылмайтын ас берсін. Осы бала үйленіп атқан балаларымызға, Байғозы мен Сымбатқа Алла ұзақ өмір жас берсін. Осы айтқан тілегім қабыл болсын. Ой бірекелді, мінекей екі жасқа ақ батасын берген ақсақалымызға той иелері шапан жауып жатыр, бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Сіздер енді бара тұрыңыздар, қазір өзім бөлек шақырып алам. Ал енді бүгінгі тойға келген қонақтарымызды орнықтырып жайғастырсақ деп отыр. Ал енді бүгінгі тойға жиналған қауым оң жақ қанаттағы бірінші сондықтан барлықтарымызды орнымыздан тұрып қошемет шапалақпен бүгінгі осы тойымыздың жаңа құдаларымыз, құдағи, құдабала, құдашаларымызды бір қошемет шапалақпен тойымыздың төріне жайғастыра кәнекей. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар жаңа құда-құдағиларымызға бір қошемет беріңіз. Бәрекелді, ал енді оны құдаларымызды дұрыстап, жаңа құдаларымызды жайғастырсақ, төр жақта пробка болып қалыпты кәдімгідей. Көңіл тисе бәр сиятпей, әдемілеп жайғастыңыздар. Жиналған қауым, барлықтарымызды орнымызға жайғассақ, мынау айтады ғой, қазақты 5-ке шақырсан 7-те келеді, 7-те шақырсан кешке келеді, кешке шақырсан түнде келеді, түнде шақырсан күнде келеді. 5 деген тойымызды мінекей енді бастап жатыр. Ал енді бүгінгі осы Байқожа мен Сымбаттың тойын жүргізу маған бұйырған екен. Сонау әдей қасиетті торғай елінен шақырып отыр. Өзімді таныстырып өтейін. Шатын бір өзім дарасымын, қастелейін қазын. Әкем аты Ақан сері Алменетті қарт торғайдың баласымын. Орта жүздің ордалы тумасымын, жиенімін адайдай тұлғасының. Есімім қуаныш сыйлы нұрбен, әнен жырар қауы бір басымның. Нұрхан болып нұрландырған даланы, ғалибен сазанын. Қонысбайдың әйелатқан әуенін, бәрін жүрегіме жазамын. Ағалардың әуеніне салып ән, сырларымен жырларынан сазығам. Бізге деген осынау бір қасиет, торғайының топырағынан дарыған. Мінекеймен осылай таралайын, құшағымды кеңге жайып баралайын. Көрсетсем бойымдағы бар өнерді, халқым өзін аржағын бағалады деп, бүгінгі бір қошемет шапақ ұрып қойыңыздар. Ой бәрекелді, рахмет. Осы жігіт ән айтса, бүкіл арқалық тамсанған, алдарыңызда Кенжебек деген жігіт ән салған деп, әнші жеттеріңізге деп қойыңыздар қонақтар. Бәрекелді, ал енді бүгінгі осы тойымыздың сәлін кетіріп, қос қашымызды сізді қошеметтеріңізбен орнымыздан тұрып, шапалағымызды ұрып, бүгінгі тойшыл әнімізбен, бүгінгі Байқожа мен Сымбатты сіздерді қошемет шапалақтарыңызбен тойымыздың төріне жайғастырайық әрекетті қонақтар. Қонақтарымызды орнымыздан тұрып, қошемет шапалақ жастарымызға санамыз. Hey,
керемет, не деген тамаша шапалақтар. Мынау айтады ғой, болса да талай нәрсе ойымызда, сипаттап сөйлейміз ғана бойымызда. Жиылып біздер келдік той иесі, айтқалы құтты болсын тойыңызға. Салып тұрмыз сауықпенен сайранды, төбемізге бақыт құсы айналды. Сымбат деген инабатты бір қызы Байқожаның кеп тамырына кеп байланды. Ақ махаббатты желбіретіп, бүгінгі мынау қос қашылмас Байқожа мен Сымбатқа бір қос шабыла құрып қояйық әлеке, құрметті қонақтар. Бәрекелді. Жаңа міне айтып жаттық қой, Байқоса желесіміз бүгінгі міне түсіріп отқан келіндеріңіздің мен сол кісінің желесі болып келем, негізінде торғайлық болсам да руым назарым бет, мен де осы Қызаскеден шыққан азаматтың бірімен деп қоямыз. Ал енді құрметті қонақтар, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Алдарыңыздағы құйылғаннан, бұйырғаннан соғыстыра алып қойып отырасыздар. Сондықтан да бүгінгі мінекей тойымыздың бастама тілегімізді қазақ деген үлкенде сыйлаған елміз, қарты бардың қазынасы бар дейді. Сондықтан да бүгінгі тойымыздың бастама тілегін осы әулеттің үлкені Садық ақсақалымызбен Жаншақ әжемізді бір қошемет шапалақпен ортаға шақырып қойсақ, кәнекей құрметті қонақтар. Ал мынау екі балам бақытты болсын. Қасиетті Рамазан айында жасап жатқан тойларың жақсы болсын. Алла жолынан сүйіндірсін. Шәри берсін, күлкісін берсін. Жасара берсін, ұйқысын берсін. Қыз берсін, қылығын берсін, су берсін, тұлығын берсін. Асау берсін, арзын берсін, түң өтсін, жарқын берсін. Асқар таудың паңдығын, бұлбұлдың тағылығын берсін. Даланың жазықтығын, күздің нәзіктігін, ердің көңілін, екі ғашықтың ажырамас білегін, мәңгі ұзақ өмірін берсін. Шашу бұлтын күмістей нұр шашылсын, алаулаған алтын гүл шашылсын.